Адамға ренжудің қажеті жоқ. Әркім өз тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Санасы биіктер жақсылығыңды көрсе, санасы төмендер қателігіңді теледі. Сондықтан да ешкімге мән бермей кешіруді үйрен. Мұны өз жүрегіңді азат ету мағынасында түсін. Қайта-қайта еске алған сайын соғұрлым көңілің қалып, теріс айналасың. Оның орнына өміріңе таза ой енгізетін есікті аш. Бәрі жақсы болады, ештеңе де етпейді. Жүрек деген жылынады, тоңады. Әр мезгілдің шуағы бар бораны. Бәрі өткенше бар емес пе өмірдің ақ пен қара жолағы. Жаратқанға